Ал енді осы музейді жасағанда біз осы паспорт ретінде әр музейдің өзінің паспорты болады. Орталық музейге бардыңыздар ма? Мен бардым. Орталық музейге барсаңыздар, алтын адамды сақ ханшайым отыр. Ол нені айтады? Ол біздің қазақтың ата тегі анау көне заманға кететін деген мағынаны білдіреді. Паспорты. Her müzenin bir kimliği olur, pasaportu olur. Bu da bu müzenin pasaportu. Біз 60 ғасырда өмір сүрген қолбасшы күлтегіннің түркі халқы жойылмасын, ел болсын, әкем ел теріс қағанды, шешем ел білге хатынды тәңірі төбесіне ұстап жоғары көтерген деген сөздерін қойды. Деген үлкен біздің картинамызда ортадағы бейне Умай ана. Тамрис. Умай ана. Бүкіл түркі халықтарының аңызында қыздардың, әйелдердің отбасының қорғаушысы. Көкте тәңір, жерде Умай ана дейді түркі халықтарында. Осы жерде біз Қорқыт туралы лекция оқимыз. Музыкалық тарихының шығуы деп Қорқыт ата, көне жібек жолындағы өркен ер, Түркістан, Тараз қалалары туралы. Соның кейін мынау салт дәстүрлерді мына жерден оқимыз. Себебі біздің қыздар, болашаққа біз салт дәстүрлерді оқытамыз. Gelecekte kızlarımıza geleneklerimizi iyi öğreteceğiz. Жақсы келін болып, енелерін сыйлаңдар деген ұғым айтамыз. İyi gelin olun, kayınvalidelerimize hürmet edelim. Ал енді міндетті түрде мына лауыққа, Құран қойғышқа біз Құранды қойып, жаңағы мынау сүресінде әйелдер, қыздар туралы айтылған нені ашып қойдық. Анаңды және анаңды сыйла деген, енді сондай қыздарға осындай өсиет сөзін ашып қойдық. Себебі біздің қыздар бәрі болашақта ана. Себебі жаһандану келді, жаһандану. Globalleşme. Жаһандану келді. Ал жаһандану деген ол көп адамның тарихтарын енді білгізбей кетеді бәрі. Globalleşme değil mi жаһандану? Сондықтан қыздар біздің өзінің ұлтының салт дәстүрін білу керек. Ал енді жалпы мынау біз қыздарды мына Тамирис ханшамен қойдық, Тамирис ханмен қойдық. Себебі енді арғы сахараға кеткенде бұл біздің бұл суретті тасқа қашалған. Тасқа қашалған суреттен содан осылай несін келтірді, бейнесін келтірді. Осындай сурет тасқа қашалып қалған екен. Енді жауынгер қыз өзінің 5 қаруымен тұр. Айбалта, қанжар, қылыш, содан кейін анандай шоқпарларымен тұр. Мынаны бос мойын дейді. Бос мойын дейді. Мынау жері, мынау тас. Шауып келе жатып, не арыстанды, не қасқырды мынаумен басына ұрғанда бірақ құлатады. Ішінде тас бар. Бос мойын деген осындай өзінің. Кесе қап, мынаның ішінде кесесі бар. Кесе қап. O kesede ne болады içinde? İçinde kesesi болады. Kədimгі жанына байлап жүреді. Su bolamaz. Su bolamaz ішеді, сондай. Соның кейін мынаның бәрі енді теріден жасалған. Мына оқ өтпейді. Мынандай оқ өтпейтін. Сонда енді осы бейнесі. Bak isimler hepsi aynı bak. Kalkan, sadap. Мынаның бәрі тері. Мынау бәрі тері. Замшевый тері. Міндетті түрде тізелік, мынау қол нелері бар кидірілген енді. Бұл жауынгер қыз. Жауынгер. Oku size doğrultmuş Adem Bey, dikkat edin. Evet hocam, onun için bu tarafa duruyorum. Ben onun altındayım hocam. Өзінің әлемінде тұр. Біз әжеден мынау өзінің бесігін алшақтатқанымыз жоқ. Себебі біздің Қазақстанның тарихындағы ең ұлы адамдар Абай, Мұхтар Әуезов, тіпті Пушкин де өзінің әжелерінен тәрбие алған. Сондықтан біз бесікті қойдық. Annelerinden, bütün çocuklar annelerinden terbiye aldığı için ve bu beşikte yetiştiği için özellikle bunu koyduk diyor. Сосын қыздарға біз бесікке салу баланы, бесікке қалай жатқызады, бөлейді, соның бәрін көрсетеміз. Мынау шүмектеріне дейін көрсетеміз. Ер баланың шүмегі, қыз баланың шүмегі. Осындай бесікке салу Tabii. бәрін көрсетеміз. Қазақта тау бесікке, жер бесікке дейін философиялық ұғым бар. Beşiğin altı delik, bu beşiğin altı delik değil mi? Tabii. Filosofiyалық ұғым бар. Сол араны adami жақсы өмір сүру керек. Kardeşlik'e kadar yani Beşik'ten mezara kadar olan şeyler. Çok güzel bir şey. O dönemde bu çocukların yatarken ıslattığı zaman otomatik olarak altta bir kap var. Oraya iner. Bakın ne kadar sıhhi, temiz.
Bunu yüzyıllar öncesinden atalarımız icat etmiş. Ул балаға неден жасайды? Сүйектен, қыз балаға ағаштан. Evet, erkek çocuklarınki kemikten, Kız çocuklarınki çocuklarınki ağaçtan ağaçtan. yapılıyor. Bakınız, Çok güzel. ıslattığı zaman altı ıslanmıyor, tertemiz duruyor. Ne kadar sıhhi. Müthiş bir şey ya. Evet, bunu Сосын қазақтың ұлттық костюмдерінде бір философиясы киімінен, бас киімінен, Қазақ ол милли қанша жаста кияфеттерінің соны білуге фәлсефесі болады. Мынау әже, Kaç yaşında ол olduğu? кимешекпен күндігі әже болып тұрған мына киімінен. Содан кейін әже ешқашанда бүйтіп белін буымайды. Әже қапсырмамен кең көйлектер киеді. Hiçbir zaman kuşakla belini sıkıştırmıyor. Сабаның ішінде қымыз шайқайды. қымыз, evet. Мынаның бәрі келіден жасалған. Келі, бұл жерде бидай, сондайларды мынандай қылып нетеді. Қымызды мына сабада. Енді біздің бұл не қалыңдық екен, оның басындағы сәукелесі. Сәукеле. yani nişanlı oldu. Басындағы сәукеле. Söz konusu nişanlı. Толық күмістен құйылған сәукеле. Толық күмістен Gümüş, құйылған saf сәукеле. gümüşten hazırlanmış bir baş. Nişanlı, yeni evli. Hepsi ayrı ayrı. Шаңқобыз жетіген бұл кезінде сыңсу айтады, қоштасып үйден кетерде сыңсу айтады, бәрімен Veda şarkısını қоштасады. bununla söyler, acıklı bir şekilde. Ал енді жетіген Aşık onlar. Bunlar yedigen. Жетіген. Kanunun atası arkadaşlar. Bakın, kanunun ilk hali kemiklerden ve Kazaklarda yedigen diyorlar. Jetigen. Жетіген. Ал енді бұның камзолындағы мынау гүл мен жапырақ, сен барған жеріңде гүлдей жайнап жапырағың жайылсын деген mağananı bildirеді. Gül ve yaprak yesi var ya, gittiğin yerde gül gibi diyor, gülesin, gülesin, yaprak Ал gibi diyor. мынау шынжара деген ою, шынжара мынау ұзын. Сен туған жеріңнен байланысың üzülmesin деген mağananı bildirеді. Мынау. Alakan kesilmesin, devam etsin diye. Musiki sesi, popuz sesine de bu. Ал енді қалыңдық күйеуге шыққан кейін шашын екеу қылып өреді. Evlendikten Ал sonra. Evet. қыз кезінде ол шашын бір өреді. Kızken biri örüyor saçını, gelinken iki örüyor. Екеу өреді. Yani bu kıyafetlerden bir kadının gelin mi, kız mı, işte babaannem olduğu anlaşılıyor. Başı bağlı mı değil mi oradan biliriz. Başı bağlama oradan geliyor. Evet. Sizde de var mı aynı? Küçük kızlar eşarpta hiçbir örtü takmazlar. Ergen olduğunda renkli eşarp takarlar. Nişanlandığında beyaz, evlendiğinde tülbent, boncuklu tülbent. Buradan geliyor. Nine olduğunda fes Sahte geliyor. sular mı? Aynen kökler Түбі бір түркі. Ал енді мынау бойжеткен қыздың қос етек бүрмелі көйлек, мына қос етек бүрмелі көйлек барлық халық әндерінде айтылады. Барлық халық әндері. Bu bekar kızın kıyafeti. Енді мынау Bari halkın. бой тазағыш құралдары. Onlar neymiş hocam? Бұл қыздың костюміндегі белгісі оның мынау Бойдақ белін- болғаны. Бойдақ болғаны оның Gözümdeki нәзік şey şu. белдігі. нәзік Şu neymiş белдігі. Мынау тіс тазалағыш, мынау құлақ тазалағыш. Мына жерде жақсы бір Kulak ve шөптің diş иісі. temizleme. Orada da kokulu otlar oluyor göğsünde. Yani hep parfüm yerine bakın. Parfümü Türkler keşfetmiş. Күміс бәрі. Şurada Қыз 16-ға mis kokulu толғанда otlar әкесі bulunuyor. қыз Evet, ер тоқымын tabii. жасайды. Bakın. Бұл жаңағы ар жағындағы айтатын философиясы Eğri кеткенде diyorlar. Bak, ертеңгі kız жиендер hatırlayabiliyor мені yani. ұмытпасын деген сондай философиялық оймен ер тоқым жасап береді. Beni gittiğim zaman evdekiler unutmasın diye bir oraya Gerekli halde de gelebilirim şeklinde. gel doğru evet. Her zaman gelebilirsin diye, değil mi? Eğer Apay buna azıl Avrupa'da parfüm deydi. Әйелдер İsmail Cavit. Iya. Bizim atalarımız ha? Жақсы шөптерден ішіне салған. Өте жақсы İşte. әдемі шөптерден ішіне салған. Lavanta var. Evet. Bakın. Onlardan koyacağım. Natüret. Екі шекті домбыра қазақта. Ya, apay bir külçe çıkıyoruz. Oo. Taldan
осылай енді. Ой, рахмет сізге. Керемет болды. Осы қыз баланың дүниеге келуіне қарасты көп мақал мәтелдер бар. Қыз менің өрісім дейді. Қыз бала жолаушы жетер мұратқа, қыз бала жетер қыратқа дейді. Қыз бала кету керек, міндетті түрде үлкейгенде жолын табу керек деген мағынаны білдіреді. Қазақтар ешқашан қыз бала туғанына өкінмейді. Жоқ, өкінбейді, қуанады. Қыз өрісім дейді, себебі кейін қыз тұрмысқа құрғанда кеткенде жаңа туыстар табады, жаңалықтар болады деген сияқты. Ал енді осы қызға байланысты көп әдет құрып, салт дәстүрлер бізде өте көп. Үш күннен кейін шілдехана, 7 күннен кейін бесікке салу, сонан кейін шашы өскенде тұлымын қырқу, шашы өскенде бұрым өру деген осындай салт дәстүрлер көп. Мұнда қыз бала өзінің әлемінде тұр. 6 айлығында әжесі көтеріп шыққанда міндетті түрде мынау танасын тағып қояды. Көз тимесін дейді. Мынадай тақиясына үкі қадайды. Назарлық бұл. Göz düğmesi, göz değmesin. Жаман бірдеңкелерден мынау келтірмесін деп Negatif enerjiden koruyor. үкі тағып қояды. Сонымен мұнда да міне қыз бала өзінің әлемінде мынау шіңкілдек деген аспабын ойнағанда ортекесі билейді. Bu neymiş hocam? Bu kızlara has bir enstrümandır. Onu çalarken Ортеке. Bu neymiş hocam? Teke. Ойнайды, ортекесі билейді. Қазір кішкене аға сөйтіп билейді. Altta bir şey var. ipi var. Altta ayak basma yeri var. Saz çalarken onu zıplatır, dans ettirir. Tabii saz çalıyor, altta ayaklık var. Ritme göre dans ettirir onu. Tabii çalarsın, ayakla o oynar. Şu neymiş hocam şunlar? Bunlar ne değil? Бұл тұяқтас, бұл музыкалық аспаптың бір түрі. At nalından yapılmış. At ayağından. Evet. At oynaklarından yapılmış. Жылқы қазақ халқында өте қасиетті сондай жануар болып есептеледі. Қазақ жылқысының тарихы деген кітап шықты. Қазақ жылқысының тарихы деген кітап шықты. Қашан шықты бұл кітап? Өте тамаша кітап. Қазақ жылқысының тарихы. Қазақ жылқысының тарихы diye yeni bir kitap çıkmış. Қазақ аттарының тарихы. Мынау Алматы кітапқа кірсеңіздер сонда бар. Енді керемет. Сонда бүкіл тіпті баядағы Осман империясы бүкіл жер әлемді қалай жаулап алды? Bütün bu fetihleri atla diyor. Osmanlı fetihleri atla yaptı. Шыңғыс хан жер әлемді қалай анау теңізге дейін барды? Nasıl denize kadar ulaştı diyor. Сондықтан жаңағы осы көшпе, осында енді сондай тарих бар. Қазір ұмытып қалдым. Atlılar örkeniyeti деген oyun var. Evet. Atlar medeniyeti mi hocam? Atlar medeniyet. Atlar medeniyeti. At medeniyeti evet. Onlar kimdir? Onlar kuşaklar, onlar Türk halkıdır. Sonday Bizimle Türkiye'den gelip konaklarımızla olsun Türkü dünyasındaki birey, olsun müzey. Bizim tek bu müzey Kazak kızların emas. Bütün Türkiye halktan kızların müzeyi de esepteymiz biz. Өйткені бұл музей сонау Умаянадан бастап біздің Тұмар ханымдан бастап бүгінге дейінгі бүкіл қазақ аналарын, қазақ қыздарын, қазақ батырларын көрсетіп тұр. Siz de bunu әдеби тілменен бізге уынкы түрде жеткіздіңіз. Оның сыртында бұл ненің этнографиялық мәні де бар. Қазақтың салт дәстүрі, музыкасы, әйелдердің özünün atana hürmetinden başta salt ders orunu жақсы көрсеттіңіз. Sizge bu Türkiye halklar adına rahmet aytamiz. Sizge atı жөніңізді бір айтып кетсеңіз. Сәуле Кәрібайқызы Мерекеева, мәдениеттанушы. Көп рахмет sizge. Sağ olunuz. Рахмет.